Долинка кентіндегі саяси қуғын-сүргін құрбандарын есте сақтау музейінде театр күніне арналған көрме өткізілуде. Қарағанды қаласының негізгі символдарының бірі Кеншілер мәдениет сарайы. Осы жылы Кеншілер мәдениет сарайына 85 жыл толуда. Мерекелердің барлығы дерлік осы ғимаратта өтеді. Мәдениет сарайдың сахнасында қазақ драма театры мен музыкалық драма театры орналасты. 1940 жылы жергілікті сәулетшілер жобасы бойынша Мәдениет сарайының құрылысы басталды. Ұлы Отан соғысының басталуымен Мәдениет сарайының құрылысы уақытша тоқтатылды. Ал 1950 жылдың аяғында Кеншілер мәдениет сарайының орталық бөліктері пайдалануға берілді. Ғимараттың жалпы көлемі 70.000 куб метр. Портиктің антаблатурасы 6 мүсіндік фигурамен көмкерілген. Кенші, шопан, жауынгер, колхозшы, инженер және ақын. Кеншілер мәдениет сарайында 26 көркем өнерпаздар ұжымдары